Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сабағымыздың тақырыбы тарихи тұлғалар, заманымыздың үлгі тұтар тұлғалары. Алдымен сұрақтар бойынша ой бөлісейік. Бірінші сұрақ: қандай адамды тұлға деп есептеуге болады деп ойлайсыз? Қазіргі Қазақстан қоғамында жастарға үлгі боларлық қандай тұлғалар жайлы білесіз? Сіз жақсы танитын адамдардың ішінде нағыз тұлға деп санауға лайық жандар бар ма? Сіз өзіңізді тұлға болуға лайықпын деп есептейсіз бе? Әйгілі тұлғалардың кейбір кемшіліктері де ұлы деген пікірмен келісесіз бе? Сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Бағандарда ұсынылған қазақтың тарихи тұлғаларының есімдерін өзара сәйкестендіріңіз. Тексеріп шығайық. Әл-Фараби – дана, Бұқар – жырау, Амангелді – батыр, Құрманғазы – күйші, Күләш – әнші, Шара – биші, Әбілхан Қастеев – суретші, Абай – ақын, Абылай – хан, Шоқан – ғалым, Жамбыл – жыршы, Қабанбай – батыр, Ыбырай – ұстаз, Ақан – сері, Шәкәрім – ақын, Тоқтар – ғарышкер. Сабағымызды одан әрі жалғастырамыз. Суреттегі ұлы тұлғалардың есімін атаңыз және жазыңыз. Тексереміз. Әл-Фараби, Абылай хан, Бұқар жырау, Қабанбай батыр, Амангелді Иманов, Абай Құнанбаев, Ақан сері Қорамсаұлы, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Валиханов, Жамбыл Жабаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Қаныш Сәтбаев, Күләш Байсейітова, Шара Жиенқұлова, Тоқтар Әубәкіров. Әрі қарай екі бағанда ұсынылған сөздерден сөз тіркестерін құраңыз. Тексереміз. Қазақстаннан шыққан, тұңғыш ғарышкер, ұлттық киім, ғарыш кеңістігі, бірнеше рет, зерттеулер жүргізген, рекордтар кітабы, сынақтан өткізген. Келесі тапсырма: синонимдерді сәйкестендіріңіз. Тексереміз. Тұңғыш – алғашқы, есім – ат, әсер – ықпал, ғалам – әлем, сынақ – тексеру, үздік – озат. Әрі қарай бос орындарға тиісті қосымшаларды қойыңыз. Келесі тапсырма оқылым. Мәтінді мұқият оқып шығамыз. Мәтін тапсырмасы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастырыңыз. Әрі қарай берілген сөздерден сөйлем құрастырыңыз. Үлгі. Мысалы, Тоқтар Әубәкіров қазақтың тұңғыш ғарышкері. Келесі тапсырма. Мәтін бойынша дұрыс және қате жауаптарды белгілеңіз. Тексереміз. Тоқтар Әубәкіров тәуелсіз Қазақстаннан шыққан ғарышкер. Қате. Талғат Мұсабаев ғарышқа КСРО азаматы ретінде ұшқан. Қате. Айдын Айымбетов тәуелсіз Қазақстанның ғарышқа ұшқан тұңғыш азаматы. Дұрыс. Үш ғарышкердің ішінде Тоқтар Әубәкіров ғарышта ең ұзақ болған. Қате. Ашық ғарыш кеңістігіне Айдын Айымбетов шыққан. Қате. Талғат Мұсабаев ашық ғарыш кеңістігіне бірнеше рет шыққан. Дұрыс. Тоқтар Әубәкіров жаңа ұшақтарды сынақтан өткізген. Дұрыс. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.